Қазақ тілі сабағы 122 сабақ. Сабағымыздың тақырыбы бала арманы үстеу. Сабағымыздың мақсаты мәтін мазмұны бойынша пікір білдіруге бағытталған сұрақтар қоясың, үстеулерді қатыстырып сөйлем құрайсың. Сөйлемнен үстеулерді табасың. Балалар, оқулығымыздың 107 бетіндегі мәтінді түсініп оқиық. Мәтінді оқып болсаңдар, мәтіннің мазмұны бойынша пікір білдіруге бағытталған сұрақтар құрастырып жауап бер. Ол үшін сенің ойыңша қалай ойлайсың, неліктен сөздерін пайдалан. Балалар, бізге мынандай тапсырма беріп отыр. Осы мәтіндегі үстеулерді тауып, мағынасын түсіндір. Олардың қай сөзбен байланысып тұрғанын айт дейді. Мәтіндегі үстеулер бүгін, ертең, түнде. Енді бұлар қай сөзбен байланысып тұрғанын табайық. Бүгін ұшсаң, яғни ұшсаң деген етістікпен байланысып тұр. Ертең ұшамын, ұшамын деген етістікпен байланысып тұр. Түнде қонамын, қонамын деген етістікпен байланысып тұр. Яғни бұл үстеулерге сұрақ қояйық. Қашан ұшсаң? Бүгін ұшсаң. Қашан ұшамын? Ертең ұшамын. Қашан қонамын? Түнде қонамын. Яғни балалар, бұл үстеулердің бәрі қашан деген сұраққа жауап беріп тұр. Яғни іс әрекеттің мезгілін білдіріп тұр. Балалар, үстеу, мезгіл үстеу, мекен үстеу, сын қимыл үстеу болып үшке бөлінеді. Бүгін біз мезгіл үстеумен танысамыз. Қашан сұрағына жауап беретін үстеулерді мезгіл үстеу дейді. Мысалы, күндіз оқиды, жаздай демалады. Қашан оқиды? Күндіз оқиды. Қашан демалады? Жаздай демалады. Яғни күндіз, жаздай деген мезгіл үстеуге жатады. Енді балалар, дәптерімізді ашып бүгінгі күнді жазайық. Сәуірдің 30-ы сынып жұмысы. Оқулығымыздың 108 бетіндегі 8-ші жаттығуға қарайық. Мақалды оқып жатқа жаз. Ерте шықсаң алдыңнан күн шығады, кеш шықсаң алдыңнан түн шығады. Мезгіл үстеулерді тауып астынсыз, олардың қай сөзбен байланысып тұрғанын айт. 9-шы жаттығуға қараймыз. Сөздердің сыңарын тауып, әрқайсысымен сөйлем құрап жаз. Яғни мына сөздердің сыңарын тауып сөйлем құрап жазасыңдар. Бұрын, бүгін, таңсәріде, қыстыгүні. 10-шы жаттығуға қараймыз. Жасырылған сөйлемді таңбаға сәйкес әріптердің көмегімен тауып оқы және жаз. Жарайсыңдар балалар. Бүгінгі сабақ түсінікті болса, мынандай смайликтер арқылы өз кері байланыстарыңды жіберіңдер.